Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 26-шы сабақ Ф дыбысы тақырыбын жалғастыратын боламыз. 27-ші жаттығу мәтінді оқы. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппараты мен сым арқылы жалғастырылған. Мәтін «Ол кім, бұл не» кітабынан алынған. Ал енді тапсырма орындаймыз. Мәтін не туралы? Мәтін телефон туралы. Телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесің? Телефоннан басқа байланыс құралы факс, компьютер. Мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді тап. Мәтіндегі Ф дыбысы бар сөздер профессор, телефон, микрофон, микротелефон. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында. Бірінші, телефон дыбысын төмендету. Екінші, телефонмен ұзақ сөйлеспеу. Үшінші, телефонға ұзақ уақыт қарамау. 28-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Керекті сөздер микрофон, фабрикасында, Фарида, Фарфор. Енді көп нүктенің орнына тиісті сөзді қоямыз. Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Анам Фарфор шәйнекті күтіп ұстайды. Микрофон алдында сөйлеп тұрған Құралай екен. Осылай тиісті сөздерді қойып шығамыз. Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аудар. Фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дерек көздерден біліп ал дейді. Мұнда Ф дыбысы бар сөздер Фарида, фабрикасында, Фарфор, микрофон. Фарфордан жасалатын бұйымдар ыдыс-аяқ, зертханалық шыны ыдыстар және қолөнер бұйымдары жасалады екен. Келесі 29-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын және сөздің құрамында Ф дыбысы болатын болсын. Үлгі шкаф. Келесі сөз Ф дыбысынан басталуы қажет. Яғни шкаф, фабрика, Африка, афиша, афоризм, миф, футбол. Осылай жалғастыра берсеңдер болады. 30-ші жаттығу ребусты шеш. Бізде Ф дыбысы, керік және алма берілген. Ал енді қажет емес әріптерді сызып тастаймыз. Керік сөзінде алдыңғы бір дыбысын, соңғы екі дыбысын сызамыз. Ал алма сөзіндегі алдыңғы екі дыбысын сызамыз. Сонда бізде ферма сөзі пайда болады. Ребустың шешуі ферма. Ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Ағамның мал асырайтын үлкен фермасы бар. Балалар, сендер де осы сияқты сөйлем құрастырсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.